Жалпы тіл қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры ғой. Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру тағдыр шешті оң қадам. Жалпы бұл бойынша алғашқы пікір академик Әбдуәлі Қайдардан басталады. Оның латын әліпбиінің болашағы зор атты мақаласы 1993 жылы Ана тілі газетінде жарияланған болатын. Енді 2018-2019 жылдары қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия жанында құрылған әдістемелік топтың хатшысы болған едім. Енді жалпы латын әліпбиіне өткен туысқан халықтардың тәжірибелері маңызды. Түркиядан бастасақ. Мұстафа Кемал Ататүрік 1928 жылы латын графикасы негізіндегі жаңа түрік әліпбиі реформасы арқылы араб-парсылық дыбыстардан арылып, түрік тілінің табиғи дыбыстық жүйесіне негізделген жаңа түрік әліпбиін жасауға ұмтылды. Түркияда жаңа әліпбиге өту кезеңі небәрі бір-ақ жылға созылды. Неге десеңіз, Ататүріктің жаңа түрік әріптерінің қабылдануы мен қолданылуы туралы заң шыққан болатын. Осы заң бойынша араб графикасын қолдануға толық тыйым салынды. Және негізгі күш әкімшілік жүйеге салынған екен. Ал 1991 жылы Әзербайжан президенті Муталибов латын графикасы негізіндегі Әзербайжан әліпбиін қалпына келтіру туралы заң шығарды. Мемлекеттік деңгейде ұлттық рухты көтеру жұмыстар қолға алынды және ұлттың басын біріктіру үшін бір тіл қажет екені насихатталды. Соның арқасында оларда да сәтті болды. Өзбекстанда 1993 жылы латын графикасы негізіндегі өзбек әліпбиін қалпына келтіру туралы заң қабылданды. Оларда осы реформа кезінде қиындықтар болғанымен орыс тілінің белсенділігі айтарлықтай төмендеді және орыс тілі тек ұлтаралық қатынастарда ғана қолданылады. Ал 1993 жылы Түркменстанда жаңа әліпби бекітілді. Енді мынаны айта кету керек. Оларда да кедергілер болды, тіпті қаржылық жағынан да. Соған қарамастан Түркменстан үкіметі жаңа әліпбиге өтуді жалғастыра берді. Реформа 2000 жылы аяқталды. Енді жақсы нәрсенің оңай келмейтінін ескерсек, 7 жыл деген қарап отырсақ түк емес. Енді әсіресе орыс тілді аудиторияда жаңа әліпби десе, Өзбекстанда айтады көбінесе, қиналды, дұрыс болмады деп. Неге сәтті өткен мемлекеттерді кеңірек талқыламасқа? Өйткені латын әліпбиіне өткен мемлекеттердің барлығында тіл мәселесі шешілген. Кезіндегі кириллицаға өткізудегі негізгі мақсат түрік халықтарының бір-бірлерін түсінбеулері еді. Енді бізге ортақ түрік әліпбиін негізге алғанымыз дұрыс деп ойлаймын.